Қайырлы таң достар, қалайсыңдар? Таңғы талды құрған бұл. Мына апалып қойған ағаштарды есептеткен бұл. Егер сырты ішінен ағашын ететін болсам, ағаш ашшана салам, 40 қылдырғандан бір ағашын аяқ қойым, бір ағашын ашшана салам. Санаға келгенде примерно 80-85 штук ағаш керек қой, плюс минус. Укосынан былай жанынан қаққанға ағаштың өзі қанша? 480, короче 500 мың теңгеге шығып тұр ғой. Он жанында 12,5 мың үйдің фундаменті. Ана 4 басты үйлер бізде каркасный. Жерде менде 2 спальный, 3 спальный, 1 спальный ете, зал, ана жақ кухня, 2 детский, арада кішкене санузел болады. Сол биылға пока осы күзге дейін ағаш арматурасын түсіріп қойсам, еще маған тағы да гравий түсіру керек, цемент түсіру керек. Биыл ыңғайы келмейді құюдың фундамент. Алла қаласа енді жылы бастасам ба деп тұрмын. Ағашты биыл жинасам, арматура, гравий түсіріп қойсам сыртқа, 1-2 қобы. Алла қаласа енді жылы 27 жылы бастаймын. Дәу үйімнің фундаментін Құдай қаласа. Надеюсь, жақсыға үміттенемін ғой. Құдай қаласа. Күн сайын қымбатшылық кәдімгідей әсер етеді. Но ештеңе етпейді. Құдай қаласа ақындап. Бұйырса ендігі жылы үйімді бастаймын. Биыл материалдарын жинақ қою керек болып тұр. Кім біледі? Құдай оңдап, мүмкін биыл құйыпсам да мүмкін. Ол бәрі ақшаға келіп тіреледі ғой. Өкінішке орай. Айлық аз бәрі қымбаттап жатыр. Бірақ үмітімді үзбеймін. Құдай қаласа ендігі жылы үйім фундаментін құямын. Құдай қаласа дәу үй салам. Иншалла. Жақсы, күндерің сәтті болсын. Давайте, достар.